Бейсенбі күні Жапонияның батысындағы Хиросима қаласында ақштың атом бомбасын тастағанына 81 жыл толды. Қала әкімі ірі державаларды соғыс жүргізіп, ядролық қоқан-лоққыға жүгінгені үшін сынға алды. Ол ядролық қаруға ие болуды тежеу құралы ретінде ақтауды тоқтатуға шақырды. 今年開催された NPT 再検討会議では、過去2回に続き成果文書が不採択となりました。その原因は他国に責任を転嫁し、自国の行動を正当化する為政者の言動にあります。核兵器の非人道性を軽視し、自国の繁栄のための武力行使を認めることは、暴力を伴う報復の連鎖を許容し、第3の広島、長崎を作り出すことになりかねません。 Еске алу рәсіміне алғаш рет премьер-министр ретінде қатысқан Саная Такаити ядролық қару ешқашан қолданылмайтын әлем құруға күш салатынын айтты. Алайда оның үкіметі ядролық қарудан бас тарту қағидаттарын жұмсарту мүмкін деген болжам бар. 我が国は非核三原則を堅持しており、唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界の実現に向けた努力をたゆまず続けていく使命を担っています。 1945 жылғы 6 тамызда Хиросимаға тасталған атом бомбасы қаланы қиратып, 140 мың адамның өмірін қиды. 3 күннен кейін Нагасакиге тасталған екінші атом бомбасы 70 мың адамның қазасына себеп болды. 15 тамызда Жапония тізе бүгіп, екінші дүниежүзілік соғыс пен оның басқыншылық әрекеттеріне де нүкте қойылды.